Қазір доллардың бағасы күрт қымбаттап кетті. Яғни 1 долларға 462 теңгеден беріп жатыр. Күннің арасында бір уақыттарда 1 долларға 469 теңгеге дейін берген кездер болды. Дәл осы видеода бұның себептерін анықтаймыз және болашақта қандай да бір жоспарлар құра аламыз ба? Доллар сатып алуымыз керек пе, әлде теңге сатып алуымыз керек па? Сол туралы сөйлесеміз, яғни ақшамызды қай жерде ұстайық. Ол үшін ең алдымен бұл жерде бүкіл осы тарихын, теңге мен доллардың қарым-қатынасы қайдан шығады, соған байланысты айтуымыз керек. Ең біріншіден сіздерге мына бір дүниені бірден айта салайын. Теңге мен доллардың арасындағы қарым-қатынасқа не әсер етеді дегенге нақты ешкім жауап бере алмайды. Біреулер айтады, мұнай әсер етеді дейді, біреулер экспорт пен импорт әсер етеді дейді, біреулер рубль әсер етеді дейді. Бірақ нақты бір мына дүние әсер етеді дегендей жауап жоқ. Бірақ солардың барлығын жеке-жеке қарастырып көрейік. Өзіміз білетіндей, кезінде естеріңізде ме, рубль тым қатты түсіп кеткен кезде, яғни 1 рубль 3 теңгенің шамасында болған кезде бүкіл қазақтардың барлығы Россияға барып автокөліктерді сатып алатын еді ғой. Дәл сондай біз Евразиялық экономикалық одақтың ішінде әлі бармыз, сондықтан рубльнің де қандай да бір әсері болу керек. Бірақ біздегі ресми ұлттық банктың айтуы бойынша рубль мен теңгенің арасында қарым-қатынас жоқ дейді. Бірақ сонда да олар сондай бір тарихи қорқыныш болуы мүмкін, немесе бүкіл қазақтар Ресейге барып ақшамыздың барлығын сол Ресейге құйып тастап, олардан товар алып келеді деп қорқыныш болуы мүмкін. Сондықтан рубльға да біз жалтақтап қарап отырамыз. Ал рубльдің жағдайы қандай болып жатыр десе, өте мүшкіл болып жатыр. Себебі әдетте 80-90 1 долларға 80-90 рубльдің шамасында болатын еді, бірақ соңғы уақыттар тіпті 100 рубльдің да шамасынан асып кеткен кездер болды да 1 долларға. Яғни рубль өте қатты қиналып жатыр. Ресейдің экономикасына тереңдемей қойын, бірақ жалпы осы факты біліп отырайық. Осы кезде рубльдің 1 доллардың бағасы 100 рубльға жеткен кезде теңге оған ешқандай да реакция бермеген, бірақ 2-3 күннен кейін кешігіп 16 тамыз күні мысалы 101 долларға 460 теңгеге дейін көтерілді. Бұның барлығы қайдан шықты және бұған байланысты қандай жаңалықтар болған еді? Егер де менің Telegram каналымды көріп жүрсеңіздер, сіздер байқайтын едіңіздер. 1 долларға 462 теңге деген шама ол 16 тамыз күні шыққан. Бірақ 8 тамыз күні мен Telegram каналымда дәл осындай хат жаздым. Оны мына жерге фук еткізіп шығарып қойық. Мен былай жаздым: 2024 жылға қарай 1 доллар тең 470 теңге болады деген болжам көп кездесіп жатыр. Сіздер не ойлайсыздар деп жаздым. Бұл болжамдардың барлығын қайдан алдым және теңгеге қатысты болашақта қандай болжамдар бар, сол туралы сөйлесейік та. Ең біріншіден болжамның ең алғашқы болжамдарды шығарған ол біздің халық инвест бар ғой, солардың халық аналитикалық халық ресерч деген бөлім бар. Сол халық ресерч деген бөлім жалпы экономикамызды, Қазақстанның экономикасын зерттейді. Солардың үлкен бір статьясы, документі шықты. Сол документті мен қазып шықтым. Солардың ішінде мынандай бір қызықты көрсеткіштер бар. Болашақта теңгемен не болады деген сұраққа олар мынандай жазған екен. Егер де 2023 жылы базовый, яғни орташа көзқарасты қарайтын болсақ, 1 доллар тең 475 теңге болу керек, 2024 жылы 1 доллар тең 495 теңге болу керек дейді. 495 теңге болу керек дейді. Ал егер де бұл базовый, орташа көрсеткіш. Одан бөлек пессимистикалық, яғни өте қиын жағдайдың көрсеткіші бар. Ондай болжам бойынша 23 жылы 1 доллар тең 510 теңгеге жетуі мүмкін, 24 жылы 525 теңгеге жетуі мүмкін. Және өте жақсы оптимистикалық көзқарас бойынша 1 доллар 460 теңгеге жетуі мүмкін, және 2024 жылы 1 доллар 480 теңгеге жетуі мүмкін. Яғни қай көзқарасты қарастырсақ та 1 доллар кемінде 460 теңгенің шамасында болуы мүмкін деген болжамды дәл осы біздің халық ресерч жасайды. Яғни біздің халық банкпен аффилированный халық ресерч деген болады. Бірақ сонымен қатар мен теңгені зерттеген кезде тек қана біздің қазақстандық зерттеушілер емес, сонымен қатар менің курсым бар. Сол курсымда өткенде ғана өткенбіз. Trading Economics деген сайт бар. Сол Trading Economics дегеннің сайтындағы болжам бойынша олар мынандай болжам жасайды. Ағылшынша жазған, енді the Kazakh tenge is expected to trade деп әртүрлі ағылшынша жазған. Бірақ жалпы алдағы 12 айда орташа бағасы
471, яғни 1 доллар тең 471 теңге болуы мүмкін деген болжамдар жасалған екен. Енді бұл екінші источник та. Үшіншіні қарайтын болсақ, мына жерде бұның графигімен сіздерге осылай экранға салып қойын, көріп отырыңыздар. Үшінші источникқа қарайтын болсақ, бұл біздің Қазақстанның биржасы да, КС биржасы. КС биржасында теңгенің саудасын қарасақ, соңғы рет ең үлкен, яғни өте үлкен сауданың мөлшері мамыр айында болған. Яғни сол кезде біздің мүмкін ұлттық банк теңгенің бағамына әсер еткісі келді ма екен. Бірақ қазір сондай үлкен көрсеткіштегі сауда болып жатқан жоқ, және қазір 462 теңгенің шамасында болып тұр 1 доллардың бағасы. Осылардың барлығын естіп алғаннан кейін біз мынандай сұрақ қоямыз. Жалпы 1 доллар 462 теңге дегенді кім жасайды? Қалай жасайды? Біз мына болжамдардың барлығын айтып жатырмыз. Ол болжамдар дұрыс па, дұрыс емес па дегенге біздің ұлттық банк былай жауап береді. Біз доллардың бағасына әсер етпейміз. Яғни нарық қалай шешеді, солай шешеді. Қарапайым тілмен айтқан кезде біздің қазіргі базардағы немесе кез келген жердегі тауар бар ғой, сол тауардың бағасы қалай анықталады? Сұраныстың деңгейімен да. Яғни біз нанға сұраныс тым көп болса, нанның бағасы қымбаттайды. Нанға сұраныс жоқ болса, нанның бағасы түседі. Дәл сол сияқты долларға сұраныс тым көп болса, оның бағасы қымбаттайды. Долларға сұраныс жоқ болса, оның бағасы түседі. Дәл солай айтып жатыр. Сондықтан болашаққа болжам жасайтын болсақ, әркім әртүрлі болжамдар жасай алады. Мен өзім сіздерге мынандай рекомендация беретін едім. Егер де сіз экономиканы мықты түсінбесеңіз, тіпті даже түсінетін болсаңыз да, теңгенің болашағын болжау ол өте қиын, және ол ставка қойған сияқты да. Әртүрлі экономикалық жағдай болуы мүмкін. Біз бір болжам жасаған кезде, мысалы, соғыс ашылып кетуі мүмкін да, Ресей дейтін сөйтіп соғыс ашып жіберді, барлық жоспарлардың барлығын құртты ғой. Сондай әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Сондықтан анандай бір керемет болжам жасап, мен қазір 462 теңге болған кезде долларды сатып алайын, 470 тең болған кезде сатып жіберемін, осындай валюталық спекуляциямен айналысам деп ешқандай жұмыс жасамаңыздар. Мен осындай кезде қандай реагировать етемін, соны сіздерге айтайын. Яғни біздің мына жаңағы осы видеоның заголовығында айтылған доллар сатып алмаңыз деп жазып қойдым ғой. Оны мен не үшін айтамын? Мүлде доллар алмаңыз деген сөз емес. Сіз осындай спекуляция жасаймын деп, доллар арқылы ақша табамын деп ешқандай жұмыс жасамай қойыңыздар. Мен не жасаймын? Мен ай сайынғы түсетін ақшамның 20%-ын өзімнің ешқашан жұмсамайтын бюджетіме бөліп қоямын. Сол 20%-ың мен 10%-ын акция, облигацияларға инвестиция жасасам, тағы бір 10%-не доллар сатып алып қоямын да, оны мен там депозитқа долларлық немесе жай ғана наличкамен ұстап сақтап қоямын. Одан мен бірден қазір сатып алып ұтып аламын немесе сондай емес. Жай ғана ай сайын сатып ала беремін. Сол кезде біз соңғы жылдардағы мысалы, соңғы 5-10 жылдағы теңгенің графигін қарайтын болсақ, жоғары қарай өсіп жатыр да, яғни доллардың бағамы теңгеге шаққанда жоғары қарай өсіп жатыр. Егер де біз ешқандай спекуляция жасамай, ай сайын долларды сатып алып отырсақ, онда сонымен ғана ұтуға болады. Бірақ бұл жерде ең басты дүние ұту емес, просто теңгенің инфляциясы қазір 14%, ал доллардың инфляциясы 3% да. Яғни біз ақшаны доллармен ұстасақ, плюста боламыз, және сол үшін ғана жай ғана долларды сатып алып отырамын. Сіздерге мен осындай жаса деген рекомендация бермеймін, бірақ жасама деген бірдеңе рекомендация бере аламын. Ол ешқашанда сіздер осындай курс валюты дейді ғой, валютаның бағамын былай ары-бері секірісімен жұмыс жасап, сол жердің ортасында ақша тауып қалам деп ешқашан ойламаңыздар. Ол өте қиын нарық. Одан да егер де стратегияңыз болса, мен сияқты жасауға болады. Мысалы, ай сайын доллар сатып алып отырасыз, немесе ай сайын акция сатып алып отырасыз. Ай сайын әйтеуір тұрақты, аз-аздан үздіксіз дисциплинамен инвестиция жасап отырасыз. Сол ғана. Сонымен, егер де бұл видео сіздерге пайдалы болса, немесе осындай теңгенің бағамы туралы, жалпы экономика туралы, алдағы болжамдар туралы, басқа аналитиктердің болжамдары туралы ақпарат сіздерге көбірек пайдалы болса, сол ақпараттармен қанығып жатсаңыздар, онда әрине менің осы видеома лайк басыңыздар. Қандай ойларыңыз бар, болашақта қандай доллардың бағасын күтесіздер, соны комментарийға жазыңыздар. Егер де аргументтеріңіз болса, жазыңыздар. Оны оқуға мен өте қатты құлшыныспен қараймын. Және менің YouTube парақшама тіркеліңіздер, Instagram, Telegram парақшаларым бар. Барлығы да осындай еркін ТД деп аталады. Солардың барлығына тіркеліңіздер. Келесі видеоларда кездескенше.